Basa sezim boyumda örsenip barады Tanıq tamşıllar mөлділеп кірпіктен ағады Айлы түндегі келбетің елестеп көзімде Қарақат көзің жанымды өртеген жанарым Алдама жаным, алдама мені Алдамшы сезім арбаған сені Қинама жүрек, қинама мені Мезгілі жетсе айналып сезім өтпесені Кеш жарық, Қазақстан. Амансыз ба көрермен, жаңа аптаны бастауға дайынбыз. Біздің шығармашылық топ әдеттегідей сақадай сай, сондықтан алдағы 1 сағат бойы бізбен бірге болыңыздар, қымбатты көрермен. Ал мен қуантарлық жаңалықпен бастайын. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, халқымыздың саны 20.182.003 адамға жетті. Ой, керемет, паш шіркін. Бірақ бір айта кетерлік жайт, қызық ақпарат қой осы ішінде. Ер азаматтар сіздерге қарағанда шамамен 500 мыңға аз екенбіз. Енді ол рас. Сонымен қатар ерте тұру, балаларды мектепке дайындау, олармен бірге сабақ оқу кезеңі ашылды. 2 қыркүйек, бүгін 2 қыркүйек күні барлық оқу білім беру мекемелерінде оқу басталды. 3.900.000 бала сүйікті мектебімен, ұстаздарымен қайта қауышты. Оның ішінде 352.000 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Құтты болсын, зейіндерің ашылсын, балақайлар. Оған қоса зор қуанышпен айту керек. 90 мыңға жуық оқушы су жаңа мектептерде оқу жылын бастаса, 200 мыңнан астам бала күрделі жөндеуден өтіп, қайта жабдықталған мектептерде білім алады. Балалардың барлығы жаңа жазғы демалыстан кейін қайта мектепке келіп, сыныптастарын, ұстаздарын көріп, мәз болып жатқан шығар. Тек оқушыларымыз ғана емес, Арай. Депутаттарымыздан каникулдан оралып, бір-бірін көріп, оларда мәз болып жатыр. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында 8-ші сайланған парламенттің 3-ші сессиясы ресми түрде ашылды. Бүгін бірлескен отырыста мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Бүгінгі жолдауда бір қатар маңызды дүние айтылды. Біз сол жайлы студиямызда талқылаймыз бүгін. Студияда бүгін сіздерге еңбек ететін мен Аралымхан және менің әріптесім Ғалымжан Кеншілік. Ол бағдарламаны музыкамен әрлейтін сол баяғы Монако бенд. Бұл әнім тек саған жаным тыңда Онайсың сен маған жаным тыңда Президент жолдауында қандай маңызды дүниелер айтылды? Жаңа саяси кезеңнен не күтеміз? Каникулдан оралған депутаттар не дейді? Бүгін талқылаймыз. Несиелік қарызы барлардың банктік есеп шотын толық бұғаттамау ұсынылды. Бұл бастаманың маңызы қандай? Мамандар тарқатады. Әнші, сазгер Өктем Алтаев 1001 түнде қонақта. Ақ сәулем деп әндетіп, бейтаныс саруға ән арнаған өнер иесінің қандай жаңалықтары бар? Өзінен сұраймыз. Жақсы табиғаттанушы. Бұл қандай құс? Бұл шыбар шымшық. Олар жұптарына дәндері келіп, қамқорлық көрсетеді.
Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен, бағдарламамызды бастайық. Елімізде жаңа оқу жылымен қатар жаңа саяси маусым басталды. 28 маусымнан бері каникулда болған парламент депутаттары бүгін бірлескен отырысқа қатысты. Бір айта кетерлігі, осыған дейінгі 8-ші сайланған парламенттің 2-ші сессиясында 179 заң жобасы қаралып, 102-сі қабылданған. Жаңа саяси кезеңнен не күтеміз? Толығырақ студияда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Үнзила Шапақпен талқылаймыз. Үнзила ханым, төрлетіңіз. Ал каникулдан оралдыңыздар, жұмыс қыза түскен шығар. Саяси науқан басталды. Жұмыс басталды. Бүгін енді бірлескен палаталардың бірлескен отырысында президенттің жолдауын тыңдадық. Жалпы Аманат партиясының өзінің осы соңғы 8 шақырылым депутаттарының қалыптасқан дәстүрі бар. 29 күні премьер-министрдің қатысуымен фракцияның отырысын өткіздік. Осылай жұмысымыз басталып кетті. Тамаша. Енді әріптестеріңіз әлеуметтік желіде күз өте ыстық болады деп, ыңғайсыз сұрақтар дайындап жатырмыз деп пост жариялаған екен әлеуметтік желіде. Сізде қалыспаған боларсыз? Дайындық қалай? Жалпы біз енді демалысқа кетті дегенмен өңірлерге барамыз, өзіміздің халықтың өкілі болғандықтан тұрақты халықтың пікірін тыңдап, өңірлерді толғандырып тұрған, сонымен қатар халықтың шешілмей тұрған мәселелеріне қатысты өзіміздің жұмысымызды дайындалып келеміз. Сондықтан барлық 90, тек мәжіліс депутаттары үшін айтайын, 98 депутат болатын болса, 98-інің де өзінің жеке-жеке дайындықтарымен келді. Сонымен қатар өздеріңізде бағдарламаның басында айтып кеттіңіздер ғой. 178 заңның 102-сі шықты, қалған 60-тан астам заң, 50-ден астам заң ол мәжілістің қоржында жатыр. Яғни біз оны тұрақты талқылап отырмыз. Міне, бүгін жұмысқа шықсақ, бүгін уже бізге жаза бастайды, ана заңның ана нормасы қайда, мына не істеп жатырсыздар деп. Сондықтан заңда талқыланады. Екінші, бүгінгі жолдауда өздеріңіз жақсы естедіңіздер, салық кодексі бар. Бізде итак бюджет кодексі жатыр. Бюджет кодексі жатыр, су кодексі жатыр, құрылыс кодексі жатыр. Менің қолымда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгертулер мен толықтырулар жатыр. Қылмыстық процестік кодексқа өзгертулер мен толықтырулар жатыр. Оның үстіне салық кодекс келеді. Демек, яғни біздің қоғамдық өміріміздің барлық саласына қатысты ірі заңдар қазіргі таңда мәжілістің қабырғасында. Сонымен қатар қосымша басқа да заңнамалар өте көп, жобалары көп. Сол бойынша сұрақтар туындайды. Және енді білесіздер, жалпы парламенттің өзінің бақылау, заң шығармашылық функциясынан басқа бақылау функциясы бар. Яғни бұл бақылау функциясына өкіметтің жұмыстарына байланысты. Бүгін президенттің жолдауында бірнеше рет естіңіздер, комфорт мектепке байланысты, жайлы мектепке байланысты мәселеге де, салық кодексіне де, және басқа да жол құрылысына да қатысты мәселелерге тоқталған кезде президент айтты, бұған өкіметтен басқа депутаттардың да қадағалауы жоғары болады дегенге сенімдімін деген сөздерді айтты. Демек, біздің ол жұмыстарға да өте белсенді араласатынымыз рас. Бүгін енді мемлекет басшысы экономикалық тақырыптарға ерекше тоқталып өтті. Соның ішінде жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, салық туралы. Жалпы салық туралы заң бұрыннан бері қарастырылып жатыр ғой? Салық кодексі туралы. Салық кодексі әлі парламенттің қабырғасына кіріп келген жоқ. Бірақ салық кодексінің жобасын талқылауға байланысты бізде маусым айында үлкен жиын өткен болатын. Премьер-министрдің орынбасарларының қатысуымен. Сол кезде депутаттар салық жобасының концепциясына қатысты біршама сұрақтарды, өткір сұрақтарды үкіметтің алдына қойды. Біздің мәжілістің спикері Ерлан Жақанұлы тапсырма берген болатын. Тамыз айының 1-не дейін осы салық кодексін мәжілістің қабырғасына алып келіңіздер. Себебі біз бұны жылдың аяғына дейін қабылдау үшін
көптеген жұмыстар жасауымыз керек. Кеше фракция отырысында да біз бұл мәселені айттық, себебі өңірлерге барған кезде осы салық кодексінің жобасына қатысты пысықтау жөнінде көп жерінің піспегені жайлы көптеген сұрақтар жәнегі азаматтармен кездесу кезінде, кәсіпорындармен кездесу кезінде, бизнесмендермен кездесу кезінде барлық депутаттарға қойылды. Сондықтан да бұл мәселені біз фракция отырысында осы жолы өте өткір талқылаған болатынбыз. Бүгін президент өзінің жолдауында айтты, асықтырмаңыздар, салық кодексінің бірден бір ерекшелігі не болу керек? Оның ішіндегі салыққа адамдардың сенімі жоғары болу керек. Салық төлейтін адамның да сенімі салық кодексіне нық болу керек. Шынымен де тауып атқан табыстардан, нақты табыстардан төленіп жатыр ма? Немесе біз жаңағы өзіміз сатып алып атқан өнімдерімізге қосымша құн салығын төлеміз, ол дұрыс есептелінген ба? Яғни осындай нық сеніміміз болған жағдайда ғана ол кодекс жүзеге асырылатындығы туралы айтты. Екіншіден, жалпы кодекс бұл барлық адамдардың өміріне қатысты. Сондықтан бұл кодекстің тілі де өте жайлы болу керек, түсінікті болу керек. Президент бүгін бұл туралы тоқталып өтті. Бұл барлығымызға түсінікті, нақты болсын деген мәселені айтты. Сонымен қатар салық режимдеріне қатысты және белгілі деңгейде иілгіш болған туралы мәселе көтерілді. Себебі бізде жалпыға бірдей салықтар құрылады, кейбір кәсіпкерлердің өздерінің айналысатын түрлеріне де байланысты шығаратын өнімдері бірдей болуы мүмкін, бірақ кейбір кәсіпкерлер өнімдерді шетелге экспорттайды. Яғни бүге шегесіне дейін әлі толықтырылады ғой сонда бұл айтқан мәселелерді барлығы қарау. Сол мәселелерді, сол жаңағы экспортталатын өнімдерге қойылатын салықпен тек Қазақстанда жасалатын, Қазақстанда жүзеге, яғни сатылатын дейікші, өнімдер екеуінің арасында айырмашылық бар, оны өндіріп атқан өндіргіштерге айырмашылық бар. Табар бірдей болуына мүмкін. Немесе жаңағы банкаларға да айттық, банктың дивидендтеріне қарап салық салған дұрыс шығар. Міне осындай өте көп мәселелер әлі де бар. Соны тәптіштеп, нақтылап жазу керек. Президенттің тапсырмасы бойынша қазір бұл енді 2023 жылғы жолдауда айтылған болатын. Жылдың аяғына дейін, осы жылдың аяғына дейін салық кодексін қабылдау туралы. Енді президент бүгін айтты, салық кодексін тия нақтығып, әбден сенімнен шыққан кезде ғана жәнегі күнделікті фискалды ахуалға сәйкес келетіндей иілгіштік қасиет қалыптасқан кезде шығарыңыздар. 2025 жылдың басында да толықтай пысықтап шығару керек деген мәселені айтып кетті. Енді Жиолхан, бүгін мемлекет басшысы банктерге де қатысты біраз мәселе көтерді. Осы турасында өз пікіріңізді айтып өтсеңіз, жаңа заң қабылдау керек деді. Қазіргі қолданыстағы заң ескірген деді. Жалпы банк және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңы бар. Бұл заң 30 жылға жуық әрекет етіп келе жатқан заң. Бірақ енді сол қалпында қалып қалған жоқ. Тұрақты ол заңдарға да өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп тұрған. Дегенмен қоғам тұрақты дамып келе жатыр. 2023 жылғы президенттің жолдауында естеріңізде бар шығар, банкдардың арасындағы бәсекелестікті біз ұлғайтуымыз керек, оны шынықтыруымыз керек. Соған байланысты шетелдің банкілерінде біздің нарыққа кіргізу мүмкіндігін тудыруымыз керек деген мәселе көтеріліп, қазіргі таңда біздің рынокқа шетел банктерінде кірді. Яғни бірінші деңгейдегі банктен басқа екінші деңгейдегі банктердің арасында да белгілі деңгейде айырмашылықтар пайда болды. Банк операцияларының ішінде де жаңа операциялар бар. Оларға да белгілі режимдер жүзеге асырылып жатыр. Бұл енді белгілі өзгерістермен кіріп тұрады, дегенмен басқа тұрғыдан қарау керек деген мәселе күн тәртібінде тұр. Соған байланысты банк және банк қызметтер туралы жаңа заң жобасын енгізу мәселесі көтерілді. Екіншіден, және банктың жалпы енді бүгін жан-жақты талқылап айтып жатыр ғой. Банктер көбінесе қарыз беруді жақсы көреді, бірақ қарыз берген кезде кәсіпкерлерге берілмейді, немесе өндіріске берілмейді. Көбінесе мына азаматтарға береді, ипотекалық қарыз беріледі, немесе жаңағы әртүрлі тұтынушылық қарыздарды береді, себебі олар тез қайтарылады. Соған байланысты осылардың экономиканы көтеруге салатын қарыздың мөлшерін ұлғайту мәселесі бүгін көтерілді. Сонымен қатар
оларға да салынатын салықтың икемділігі жайлы мәселе көтерілді және айтты. Яғни банкінің бәріне бірдей емес, олардың алып жатқан дивидендіне қарап салықты салатын болсақ, ол да белгілі деңгейде нақты қарап біз және банкінің жұмысының ашықтығын көре аламыз, объективті бағалай аламыз деді. Келесі банк тарапына туындап отырған мәселе цифрландыруға байланысты. Яғни жалпы цифрландыру толыққанды біздің мемлекетте жүріп жатыр, бірақ ол құқықтық реттелуіне байланысты баяу. Сондықтан цифрлық заңнаманы шығару туралы мәселе бүгін көтерілді. Сонымен қатар барлық саланы толық цифрландыру, соның ішінде банк қызметінде цифрландырылатын болсақ, бұл ашық, айқын көрінетін болса, қай салада қанша ақша салынып жатқан, одан түсіп жатқан пайда, осы көздері нақты ашық көрінетін болса, ол жағына да заңды реттеу мүмкіндігі жоғары болады демекпіз. Бұл туралы енді толығырақ сәл шағын ғана үзілістен кейін тарқатып айтамыз. Өйткені бұл өте өзекті тақырып деп ойлаймын. Ал бізде дәл қазір аз ғана үзіліс. Тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауына қарыз сомасының үлесіне тең соманы ғана бұғаттауды ұсынды. Мемлекет басшысының сөзінше салықтық әкімшілендіру кезінде жазалау тәсілінен бас тарту қажет. Енді президенттің айтуынша, ірі салық берешегі болған жағдайда кепілсіз төлемді бөліп төлеуді қарастырып, жоспар бойынша салықтық тексерулерден толық бас тартуға ұмтылу керек деді. Ал биылғы жыл басындағы ақпаратқа сенсек, 570 мың қазақстандықтың мемлекет алдында салық берешегі бар. Олар бюджетке жалпы саны 16,5 миллиард теңге қарыз. Енді осыған қатысты бізде сауал өте көп. Студиямызға экономист Ләззат Жанмолдаеваны шақырғымыз келіп отыр. Төрлетіңіз. Енді мемлекет басшысы өз жолдауында мәжбүрлеу шараларын қолданбай-ақ хабарлама жіберу арқылы өндірілетін салық берешегінің жоғары шегін көтеруге болады дедім. Енді шектеу тек қарыз сомасы аясында болуы тиіс деді. Осының бір тарқатып түсіндіріп өтсеңіз. Енді бұл салықтық әкімшілендіру деген, яғни мәжбүрлеу салықтың төлей алмай атқан біздің азаматтарымыз, не болмаса салықтан жалтарып жүрген, қашып жүрген, міне осы сияқты жаңағы әртүрлі бір жағдайға тап болған, ол кәсіпкер болсын, біздің еліміздің азаматтары болсын, сол жағдайды шешуге байланысты жасалатын бұл жұмыстар. Ал енді егер осы тап кәсіпке байланысты айтатын болсақ, бұл қарыз сомасының мөлшеріне байланысты емес. Мысалға, ол кәсіпті жасап отырған кісі өзінің әлі ісін енді жүргізіп бастап отыра келе, бірақ салықты төлей алмайтындай соншалықты мөлшерде табысы болмауы мүмкін. Ал оның банк есеп шотындағы тұрған қаржының барлығын бұндай жағдайда толығыменен жаңағы бұғатталады. Ал егер ол бұғатталатын болса, ол кәсіп әрі қарай жүрмей қалады ғой. Яғни мүмкін ол не болмаса, жаңағы қазір ол өзінің белгілі бір мөлшердегі сол суманың көлеміне келетін бір өзінің жаңағы мүліктік қозғалатын не қозғалмайтын жаңағы бұйымдарын кепілге қою арқылы осындай шешу жолдары бар. Оған дейін ол бұғатқа түсіп қалатын болса, ол кәсіпкер өзінің әрі қарай жұмысын жасай алмайды, немесе тіпті жай қарапайым азамат болса да, сол салықтан шығудың басқа бір жолдарын қарастыру қиындау болады. Сондықтан бұл жерде осыған бір жеңілдік жасап, ол кәсіптің жүруіне де, немесе жеке меншік жаңағы азаматтың да өзінің салықты осы төлеуге мүмкіншілік. Мүмкін ол кепілге қойып банктен несие алып, әрі қарай ісін жалғастыруға, немесе осы салықтан төлемден шығып кетуге мүмкіншілік беретін бір жағдай, бір жағынан. Әрине, бұл шара сонда бірінші кезекте кәсіпкерлерге қатысты болды. Бірінші кезекте, осы кәсіптің тоқтап қалмай, оның әрі қарай жұмыс жасап, егер ол толығымен бүкіл жаңағы қаржылай немесе заттай мүліктерінің барлығы бұғатталатын болса, ол кәсіпкер әрі қарай жұмысын жасай алмайды, не мемлекет тарапынан, не мына жағында тұрған қаржысының бәрі бұғатта тұрғаннан кейін оның ісі әрі қарай жүрмейді деген сөз ғой. Ол бір жағынан жаңа ашылып отырған, ол сол кәсіпті бастау үшін де ол мемлекеттен өзі несие алып бастаған кәсіпкер болатын болса, ол әрі қарай банкроттық жағдайға дейін жетуі мүмкін. Сондықтан осыған шығудың бір жолы.
ол жеңілдету керек. Өйткен себебі біз көптеген өнімдер біз сырттан келмей, қазіргі таңда экономиканы дамыту үшін еліміздің ішінде өзіміз өндіріспен, яғни тек шикізатпен ғана жаңағы елдің экономикасын дамытпай, сол өндірген затты өзіміз ішімізде өңдеу. Негізгі мақсат сөйтіп кәсіпті дамыту, елдің ішіндегі ақша қаражаттың айналымын арттыру ғой. Сондықтан бұл жерде қаралып отырған бұл жағдай қазіргі таңда өте бір өзінің орнын тауып, дер кезінде жаңағы қолға алынып отыр деп есептейміз. Яғни борышкердің есеп шоты бұғатталмайды. Белгілі қарыз сомасы ғана мөлшері бұғатталу керек деп сондай не қойды. Не болмаса жаңағы бұрындары оның кепілге бір зат қойылатын, жылжитын, жылжымайтын сол қаражатқа мөлшеріне келетін солардың кепілге қою. Міне осыларға жеңілдік жасау шаралары қарастырылып жатыр. Бұрын емес, қазіргі кәдімгі қолданыстағы заңнама бойынша, егер сіз белгілі соманы төлемейтін болсаңыз, сізге қарамайды. Бүкіл мүлкіне қанша есеп бар, неше банкта қанша есеп бар, бәрін бұғаттап тастайды. Сіз мына жаңағы салық мөлшерін төлеуіңіз керек. Ол салықтың үстіне қосылған қосымшасы бар, үстіне жүріп кеткен пениясы бар. Оны жаңағы кәсіпкер төлейін десе пениясымен дауласып, соттасып жатады. Осы уақыттарда мына кісі айтып отырғандай, мына жақта жүргізіп жатқан шағын кәсіпкер болсын, орта буын кәсіпкер болсын, жұмысы тоқтап қалады. Ақшаларын жібере алмай қалады. Соған байланысты толығымен жағдай ауырлап қалады. Қазір осыны әкімшіліктендірудің жеңіл жолдарын қарастырып жатыр. Тек қана жартысын бұғаттасақ, соған сомасына келетіндей соманы ғана бұғаттасақ, немесе кепілге мүлік сұрамай, оның орнына бөліп төлейтін графигін өзгертіп берсек деген осындай жолдар ұсынылып жатыр. Салықтың мөлшері ғана. Тек артық жібермей, шетелге шығармайтын қылып тастайды. Өздеріңіз енді білесіздер ғой. Әр түрлі бізде мәжбүрлеу шаралар бар. Осының барлығын негізі олар обеспечительная мера дейді да, қамтамасыз ету шара деп өзі кәдімгі заңда сөйтіп жазылған. Содан кейін алады. Бүкіл қандай обеспечительный мера бар, соның бәрін қолданады. Сөйтіп жәнегі оңға солға бұрыла алмайтын қылып тастайды кәсіпкерді. Мәжбүрлеу шаралар бұл кәсіпкер емес, жеке азаматтарға да қатысты. Жеке азаматтың мысалға бір 700 мың теңге осы салықтық қарыз болатын болса, оның атындағы үйі болатын болса, соның бәрі жаңағы бұғатталады. 700 мың теңге оның қарызы салықтық. Ал оның жаңағы банктегі есеп шоты одан бірнеше есе көп болуы мүмкін, және атында жеке өзінің үйі, көлігі, соның бәрі бұғатталады. Бұрынғы заң бойынша солай болады. Қазіргі заң бойынша. Қазір қолданып отырған заң бойынша. Міне мына өзгерту бойынша енді өзгеріп жатса. Тек сол соманың мөлшері ғана бұғатталады, егер ол қаржысы болмаса, жаңағыдай бөліп төлеуге мүмкіншілік беріледі. Енді себебі сіз 700 мың теңге деп қалдыңыз. Бір 2 теңгесі болса да бұғаттап тастайды. Қателіктер қарамайды, сомасына қарамайды. Мысалы, менің өз жеке басымда болған 2 КСК, бір КСК-дан біздің үйдің тұрғындары 2-ші КСК-ға көшеді. Мен жиналысқа бармай қаламда, маған протоколды алып келеді. Мен протоколға қолды қойып, сөйтіп 2-ші КСК-ға көшем. Содан кейін енді ай сайын ақшаны 2-ші КСК-ға төлеймін ғой. Сөйтсе 1-ші КСК мен 2-ші КСК әлі өзара келісімге келмеген, екеуі соттасып жатады. Сонымен анаған көшіп кеткен 17 пәтердің біз 3 ай ақша төлемеген қарыз болып қаламыз. Сөйтетті, енді мен бір өзім бар, бір тексеріп қалдым байқамай. Сөйтсе үйіме де, көлігіме де бәрін бұғаттап тастаған, шетелге де шығатын мүмкіндігім жоқ. Енді барып сұрасам 32 мың теңге қарыз екем КСК-ға. 32 мың үшін еш ақша қалмай қалсыз. Ешқайда. Егер мен оны алдын ала тексергенім жақсы болған, тексермесем шекарадан ұсталынам. Енді былай қарап отырсақ, маған сырттай, 17 пәтердің иесіне сырттай соттың шешімі шыққан. Бізді ешкім сотқа шақырмаған. Мен өз басым 2 КСК-ның өзара келіспей жүрген туралы білмейді екем. Енді бұл тұрғыда расында осындай мәселелер өте көп азаматтарда, және бұл оңтайлы бір шешім болайын деп тұр. Кәсіпкерлер болсын, азаматтар болсын. Азаматтарға да, бұйырса енді. Тағы бір мәселе. 1 қыркүйектен бастап жұбайының рұқсатымен ғана микрозайм және несие алу туралы ереже бекітілді. Енді бұл туралы біраз талқыладық, Зиялы ханым, студиямызда білесіз. Ерлі зайыптының біреуі рұқсат беруге шамасы келмей қалса, білмеймін, ауырып қалса, немесе басқа бір жағдай болып қалса, бірақ алуға тура келеді ол ақшамен. Әртүрлі жағдай болады ғой өмірде. Бұл кезде мәселе қалай шешілмек? Заңда қарастырылған ба бұл турасында?
осы турасында айтып Енді берсеңіз. бұл туралы нақты заңда жоқ, бірақ болашақта оның шешімін табады деп есептейміз. Өйткені себебі жаңағы осы бірінші қыркүйекте бір айлық есепті көрсеткіштен төменде несие алуға болмайды деген заңда қосылып жатыр. Біз білеміз ғой, кезінде банкроттыққа бергенде бір кісі 3,5 мың теңгенің өзін банкроттыққа беріп несиесін жапқан. Ал бұл несие алудың артында не жатыр? Көпшілігі ол нақты қажеттілікке емес, мына қазіргі біздің осы кезеңнің бір ауруына айналып отырған мына лудоманияға ілігіп кеткен ол ер азамат болсын, әйел азаматы болсын, сол бір отбасының ішінде сондайға қаражат алуы мүмкін. Ал бұрын осыған дейінгі заңға да енді қазір оны өзгеріс осы 1 қыркүйектен бүгіннен бастап енгізіліп жатыр ғой. Осыған дейінгі заңда ол белгілі бір сумманың мөлшеріне дейін, егер суммасы жоғары болмаса, ер азаматының немесе әйелінің бір отбасындағы келісімі қажет емес еді. Ал енді қазір қандай сумма мөлшері болсын, яғни ер азаматтың келісімі немесе жарының келісімі керек. Өйткені себебі сіз оны жаңағы бәленбай бір ойынға салып жібергеннің ертеңіне үйінде жары біліп отыратын болса, ортада ортақ бала-шаға бұл отбасының бұзылуына дейін әкелетін жағдай. Сондықтан бұл заңда енді көпшіліктің қалауымен көптен бері осы айтылып жүрген жаңағы үлкен мәселелердің бірі заң өзінің жаңағы жолын тауып жатыр. Тағы да мен осы жерде бір осы Үнзила ханымға депутаттық осы сауалдарыңыздың ішіне енгізсе деп мен өзімнің атымнан тағы да бір ұсыныс айтқалы отырмын. Бұған дейін де айтқан болатынбыз. Жас студент балдарға, мына кіші қаржылық ұйымдарға сіздің жұмыс жасайсыз ба, жоқ па, табыс табасыз ба, жоқ па, оған қарамайды, кіші қаржылық ұйымдар бір 2 аптаға немесе 3 аптаға бір белгіленген мерзімге қарыз береді. Сосын оның жаңағы үстіндегі қайтаратын несі 50%-дан жоғары. Одан әрі қарай уақытынан асып кете берсеңіз, оның да пайы. Сол бастапқы мысалға жұмыс таппайтын, мына қаржы табысы жоқ, жұмыс жасамайтын біздің студенттеріміз басы бір 20-30 мың теңгеден алады да, 2-3 миллион болып жатқан кезде ана балалары оқу бітірсін, бітірмесін, 2-3 миллион болған кезде ата-аналар естіп жатады. Ал соның көпшілігінің көрсетілген адресі жоқ, не оған жаңағы мынау осы 2-ші деңгейлі банктерге белгіленіп жатқан мынау жаңағы 90 күнге дейін оларды мазалауға болмайды, немесе әрі қарай банкроттыққа жариялауға болмайды деген сияқты бүкіл туған туысқандарын түгендеп, оларды жаңағы қорқытып, осындай біз коллекторымыз сотқа береміз деген сияқты осындай мәселелер жүріп жатыр. Көтерілген жоқ па заң аясында? Қазір бірінші екінші сұраққа тоқталып айтайын. Бірінші жағдай бойынша, яғни жалпы бұл азаматтық заңнамаға сәйкес шешіледі. Егер де шынымен де жаңа сіздер айтқан кейстік жағдай болған жағдайда больницада жатса, немесе әрекет қабілеттілігі шектелген болатын болса, психикалық ауруға ұшыраған болса, осы жағдайда нотариалды түрде куәландырылған құжаттарды әкеп тапсыру арқылы бұл жүзеге асырылатын болады. Несие беру туралы айтып жатсыз. Несие беру туралы айтып жатырмын. Егер біреуі келісім бере алмайтын жағдайға душар болған болса, ол басқа заңнамаларға негізделе отырып шешіледі. Екінші жағдайға келетін болсақ, жалпы біз заңның жобасын жаңағы халықты шамадан тыс кредитті азайту бойынша заңды жобасын талқылаған кезде, жалпы студенттерге кредит жаңағы потребительский дейміз ғой, тұтынушылық кредитті кіргізбеу туралы, бермеу туралы мәселені де көтерген болатынбыз. Дегенмен жасын шектеуге байланысты, студенттерді алып тастауға, стипендияны табыс көзі деп көрмеу деген сияқты осы мәселелерді біз талқылаған болатынбыз. Бірақ ол жаңағы депутаттардың тек банк емес, бұл жаңағы тұтынушылық қарыз беретін қаржы ұйымдарына да қатысты. Оларға да жаңағы шағын қаржы ұйымдарға да қатысты. Бірақ және мынау кредит деген мәселе бар, сосын зайым деген. Мен жалпы сіздерді сұрақты көтеріп отырған кезде ойлап отырдым, бұл қарыз несие екеуінің арасында айырмашылық бар. Сіздердің айтып отырғандарыңыз кредит емес, бұл қарыз сияқты. Бұл мәселені тағы да толыққанды зерттеп, біз сіздің айтқаныңызды ары қарай
талқылап жауап көрейік. болады міндетті. Бұның бір негіздері бар. Біз енді заңгерміз ғой, біз әрқашан жеке-жеке түсінуіміз керек. Зила ханым, бұл Иә. түсінікті. Бұл әрине студиядан тыс тағы да көп талқылауға Талқылануымыз келетін керек. тақырыптың бірі, өте өзекті тақырып. Ал бізде дәл қазір шағын ғана үзілістен Уақыт кейін, шектеулі болып тұр, иә, иә. кешірім сұраймыз. Үзілістен кейін бізде Өктем Алтаевпен қызықты сұхбат. Студияға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жақсы. Өмір деген қаталақ, өмірге адам келмейді ғой қайталап. Қиын екен сонда да, өмірдегі ең алғашқы махаббат. Қиын екен сонда да, өмірдегі ең алғашқы махаббат. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақ қайыңды қыз құшақтап жылайды, жылайды да көздің жасын болайды. 18-ге жаңа толған жас ару, енді кімнен өз бақытын сұрайды. 18-ге жаңа толған жас ару, енді кімнен өз бақытын сұрайды. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. 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 Ба шіркін! Шаршап қалдық қой билеп. Әнші, сазгер, Өктем Алтаев бүгін мың бір студия қонақта. Шынымен ентігіп қалдық аға. Билеп, қал жағдайыңыз қалай аға, жақсысыз ба? Иә, билеп тұрып ән айтқан одан екі есе Бөлек қиындау, екен, бөлек болады, қателеспесем, осы бір 2001-2002 жылдар әкемнің інісі көкем ауылда той жасайды. Иә. Палаткада баяғыда. Сол кезде асаба жолдастар келеді, синтезатормен осы ән сол кезден есімде қалған. Менің кішкентай кезімнен бастап әлі күнге дейін естісем тоқтамай билеймін. Осылай пікір айтатындар көп шығар сізге. Енді өте көп қой. Бұл енді қазақтың нағыз қазақтың шансоны деп айтайық енді. Той әні деп айтайық енді. Әбден қазақтың жүрегіне сіңіп кеткен ән ғой. Оған барша қазақстандықтар бұл әннің жүрегінде, халықтың жүрегіне сіңуіне ат салысып жатыр, ансамбльдер орындап жатыр, халықтардың өздері салады маған жаңа Инстаграмнан, ТикТоктан жолдайды осы әндерді орындап жатыр. Иә.
иә өктем аға, енді мына сіздің кәдімгідей драйвпен керемет айтып бердіңіз, барлығымыздың көңіл күйімізді бір Дайындықсыз айтқанның өзі, иә. Дайындалып айтатын болсақ, Сізге дайындық керек емес ау менің ойымша. хард-рок болар. Қанша жыл айтып келе жатсыз бұл енді. Иә. Енді аға, қараңызшы, расымен де бұл сіздің паспортыңыз. Осы әніңіз бар, не жаздым мен жаным саған бар, ол да паспортыңыз. Бірақ қазіргі таңда сізде бір шығармашылық үзіліс қателеспесем, неліктен? Оған екі себеп бар. Мысалға, бірінші шығармашылық сәл үзіліс деп айтатын себебіміз. Бірінші, мен осы творчествоны 2004-те концерт бердім, 2015-те концерт бердім, одан кейін үзіліске шықтым, студияда жұмыс жасадым. Кейін бірақ денсаулықта сыр бере бастады. Сол денсаулыққа қарау мақсатында студияны да осы творчествоны да сәл жиып, өзіме қарап, денсаулығымды түзеп, Құдай қаласа енді қайтадан сол әндерге қайтадан жазуға соған кіріссем ба деген ойым бар. Ол бір себеп. Екінші себеп, жаңағы ескі әндерімді айтатын, мынау халық менің әнімді тыңдаған кезде балалық шағына саяхат жасайды. Мен қанша жаңа әндер жазам, қанша жаңа әндер орындайын дейін, бәрібір осы айтылатын ән, тойда бір 4 ән. Ақсөлем, жұмбақ қыз, жаңағы не жаздым жаным саған, жаным. Осы 4 әнді орындаймын. Ол әнді орындамасаң, ол бәрібір тойдан жібермейді. Сол себептен мен кейде ойлаймын, осы маған жаңа ән жазып басты ауыртып не қажеті бар. Жалпы керек пе? Маған әлі күнге дейін жазады. Сіздің әндеріңізбен біз балалық шаққа саяхат жасаймыз дейді да. Енді ол бақытты шақтарына саяхат жасайды. Сол себептен бір жақ ойлаймын, енді көрермендерге де аса қиянат жасағым келмейді. Өйткені әнді бір жерде айтып тастап кете салған тағы болмайтын сияқты. Өйткені барлық мысалға жұлдыздарды қарап отырсаң, біз мысалға кез келген әнші шығатын болса, біз бұрынғы әндерін сағынышпен соны тыңдағымыз келеді, ол жаңа ән айтады, оны бәрі біз қабылдай алмаймыз. Сонда сол жағы да бар, тағы да бар. Одан кейін үшінші себебі енді мен енді өзім творчествоны екінші жаңағы орынға қойып, балалармен айланыстым. Өздеріңіз білесіздер, жемісін көріп жатырсыз. Еңбегіміз жемісін көріп жатсыздар, Құдай қаласа. Енді балаларыңыз туралы қазір үтір қойып, жарнамадан кейін сөйлессек. Бізде шағын ғана үзіліс бар, қымбатты көрермен, алыстамаңыздар. Әншім, сазгер Өктем Алтаев бүгін мың бір түнде қонақта. Енді неліктен үзіліс жариялаған туралы ағамыз айтып берді, бірнеше себептері бар дедік. Бірақ дегенмен, расымен де Ақсәулем әні бар, сіз айтқан 4 ән деп айтайықшы, жалпы бұл халықтың әні болып кетті. Ол жаңа жарнаманың кезінде кішігірім пікір таластық осы турасында неліктен өтіп кетті деген себебі. Ол кездер қазаққа сондай ән керек болды. Сол заманда сол ән керек болды. Өйткені біз шетелдің әндеріне билейтін едік, той томалақта да, мысалы клубныйларда, клубный дискотекаларда бірде-бір қазақтың әні қойылмайтын. Содан кейін мен жаңа жұмыс соны ойландым да, неге біздің өзіміздің қазақтың әні болмайды дискотекада деп, сөйтіп жаңа тойға арналған осындай шансон әндерді, осындай жүректен шыққан сезімнің әндерін, жаңа ауылдың композиторлерінің, ауылдың ақындарының өлеңдерін, әндерін жинап, жарыққа шығардым ғой алғаш. Халыққа да осы керек екен, мені қатты қолдап кетті. Енді қараңызшы, бірақ дегенмен қанша жыл өтті сол шыққаннан бері, кейінгі ұрпақ әлі тыңдайды. Білетін бар, білмейтін бар әрине. Бізге қызық болды, бізге келгендіктен халықтан сұрап көрдік, әсіресе жастардан. Қазір экранға назар аударайық. Бұл ән ұнайды, бірақ кім айтатынын білмеймін. Осы ән тыңдаймын, Ақсәуле деген жақсы ән тыңдаймын. Өктем Алтаевтың өлеңі, ұнайды. Өктем Алтаев, Ақсәулем. Өктем Алтаев, жас кезі ғой да. Танимыз, көп өлеңдері бар, жас. Жаным деген өлеңі бар. Біздің кезіміздерде 2000 жылдың бастарында 90 жылдар хит болды ғой. Кім айтатынын білмеймін, бірақ музыканы білемін. Кім айтатынын білмеймін, бірақ осы өлеңді айтатынбыз. Достарым гитарист ғой, сол айтатын. Соған қосылатын мен. Өктем Алтаевтікі. Өзім ауылдың баласы оңынан тыңдаймын ғой. Жалпы әндері де әдемі. Әдемі айтады. Білеміз. Осы әнге билейтінбіз дискотекада, ауылды жерде. Қиялдағы ару деппін ғой. Не ғой? Ақсәулем.
Әне көріп отырсыз. Кімнің айтатынын білмеймін, бірақ әнді білемін деймін. Көрдіңіз ғой? Иә. Бұның өзі бір үлкен жетістік менің ойымша. Әнді біледі бастысы. Әрине. Затта бол. Әрине біледі енді. Біздің кезімізде бірінші ән тыңдайтын болсақ, біз бірінші кімнің әні деп сұрайтынбыз. Одан кейін бір авторын жаттап алып, одан кейін барып ән айтатынбыз. Қазіргі жастар жақсы ән шықса, хит ән ол аржан түбірін тексермейді. Ол қырғыздың әні ме, қазақтың әні ме, ән әйтеуір айта береді. Талғам өзгеріп кетті ғой. Иә, өзіңіз де бір кездер айтқан екенсіз, мен әнімді көбірек таниды маған қарағанда Иә, деп. маған қара. Өйткені енді біздің кезімізде мен ауылда жүрдім, музыка мектебінде директор болдым 10 жыл. Сол жылдар мен жазған ғой, ауылда жүрдім. Магнит альбомға жазғанбыз. Соны халыққа таратып жібердік. Бірақ ол кезде біз теледидарға, радиоға шыққан жоқпыз. Енді қарашы, осы ретте сіздің әніңізді орындап жатыр көшедегі жігіттеріміз. Жалпы қазір андай бір кавер нұсқа орындау деген бір хитке айналды. Расымен бір тренд деп айтамыз, сән қазір. Енді елімізде біреудің әнін рұқсатсыз орындағандарға 300 мың теңгеге дейін айыппұл салынып, 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін деген бір өзгеріс шықты. Әділет министрлігі авторлық құқыққа қатысты әкімшілік жауапкершілік енгізуді қарастырып жатыр әлде. Бұған қатысты сіздің пікіріңіз не? Мен дұрыс қараймын. Өйткені біріншіден ол әнді айтар кезде әннің авторының рұқсатын алу керек. Рұқсатын алардың алдын әнді редакциядан өткізу керек қой. Әнді қалай айтады, әнді бұзбай. Мысалға, менің рұқсатымсыз осы Ақсәулемнен басқа да қанша әндерді жастар айтады, мен тыңдаймын той-томалақтарда. Әндердің әнін бұзып жібереді, сөздерін бұзып жібереді. Кейбіреулер мысалға менің ана бір жаным деші деген ән бар. Жаным деші. Кімнің әні екенін де білмейді. Оның сөздерін де өзгерткен, әнін де өзгерткен, рұқсатсыз айта берген. Соның салдарынан ән өзгеріске ұшырап, күндердің күнінде ол авторы басқа болып біреу иемденіп кетуі мүмкін да. Сол себептен бұл енді ән деген жалпы осы өнер туындылары бір адамның жеке меншігі, бір адамның жүрегіне шыққан болған екен, ол бір адамға тиесілі болу керек. Сол оригинал қалпында келесі ұрпаққа кете беру керек деп ойлаймын да. Сол себептен заңның шыққаны дұрыс. Бірақ енді ол мысалға рұқсат сұраған кезде мынанша ақша деп не алмайсың, ол тегін бересің ғой енді мысалға. Бірақ әнді бұзбауына, келесі ұрпаққа әдемі жетуіне сондай өтініш білдіресің, оларға тыңдап, одан кейін барып ары қарай жарыққа шығара беру керек. Ал енді шын рұқсат сұрамай айтып жіберетін болса, ол енді қазір деген әлеуметтік желі өте күшейіп кетті. Осы бірдестен де бір әннен хит болатын болса, ол пәленбай миллиондаған долларға дейін ақша табуы мүмкін да, мысалы, әлемге шығып кететін болса. Сенің еңбегіңмен ол анаяқтан біреу байып жатса, ол енді міндетті түрде өкіметке де, налогқа да жаңағы авторға да ақша төлеу керек. Жас әншілер демекші, өзіңізде Серік Ибрагимовпен бірге Ақсәулем әнін қайтадан жазған екенсіздер. Жалпы сіз жастармен бірге жұмыс жасауға ынтаңыз бар секілді. Жастармен қатты жұмыс жасағым келеді. Не себепті? Кіммен? Мен бұрындар шетелдің әншілерін еліктеп өстік қой, мысалға, соны кумир қылып, мысалға, сол арманда осындай әншілермен деп. Енді осындай музыканттармен деп. Мен қазіргі жастар өте жақсы шығып жүр ғой, мысалға, Мирас, одан кейін жаңа Тұрар, жақында Серік Ибрагимовпен Ақсәулем дуэт айттым. Сол қатардағы балалармен қазір аты шығып жүрген, одан көптеген жақсы жігіттер шығып жүр, әдемі әндер айтып. Солармен дуэт орындағым келеді. Әлі әндерін қарастырып, зерттеп жүрмін, енді қайсының әніне тоқтаймын, сол кезде ары қарай дуэт орындайтын шығармыз деп отырмын. Тамаша, біз күтеміз. Өктем мырза, қазір LED экранда суреттер кетіп жатыр ғой. Бір суреттерді көрсетеміз, бір бейнелер. Сізге қандай қатысы бар екенін бірге анықтап көрейік. Дайын болсаңыз, дайынбыз, қазір көрсетеміз. Сонымен біздің бірінші суретіміз. Экранға назар аударайық. Қазір әзір болсақ, қосуға дайын болайық. Ал? Қазығұрт тынысы. Қандай қатысы бар? Бұл Қазығұрт тынысы біздің оңтүстік Қазақстан Қазығұрт ауданындағы Қазығұрт тынысы деген аудандық газет. Осы Қазығұрт тынысы газетінің ең алғашқы шығарынданды, ең алғашқы газет шыққан кезде Ленин өсиеті деген, Қазығұрт тынысы деген газет болған. Менің әкем осында жұмыс жасаған, жауапты хатшы болып. Осы Қазығұрт тынысында. Осы Қазығұрт тынысы газетінің редакциясының алқа мүшелері менің есімімді қойған Октябрь деп. Әкеңізге әріптестер сонда қойып тұр. Енді әкем ортаға тастайды ғой, қандай есім қойды. Ол кезде сондай еді ғой. Достарымен, жақын адамдармен, үлкен кісілермен араласып. Сонда Октябрь Жарылғапов деген қазақ волейболының атасы болғанда, біз сол кезде 37 жасында бар жоқ, 37 жасында қайтыс болған ол Октябрь Жарылғапов. Мына кісі ма? Осы,
осы кісінің атынан менің есімімді қойған екен. Мәссаған. Бұл кісі волейболшы, иә? Волейбол, қазақ волейболын Спорт тұңғыш шебері, ұйымдастырған. Бұның буревестник командасы Советтер одағының 15 рет чемпионы болған. Алматының волейбол командасы. Одан кейін Советтер одағының 24 мықты спортсмендердің қатарына тізіміне енген. Бұл өте әттең бұл жайында нелер аз ғой. Ақпараттар аз, көп айтылмайды. Бірақ енді бұл кісінің жасаған ерлігі енді қазіргі заман чемпиондар лигасын ұтып алған волейбол командасы. Бұл қайсысы болған екен? Барлығын білесіз бұл кісі туралы. Әрине, осы кісіге. Жақында бір тойда осы кісінің туысқандарымен жолығып қалдым. Ол келіп бір үлкен апай маған келіп, осы Октябрь Жарылғаповтың біз туысқандар боламыз да мен қолымды алып кетті. Мен қатты қуанып қалдым. Бірақ дегенмен сізді халық өктем деп таниды. Оның да өте бір үлкен сыры бар. Мен 2002 жылы Алматыға көшіп келдім. Алматыға көшіп келерде мен оған дейін мен Алтайыптар жанұялық ансамбльде әнші болдым. Музыкалық жағынан өзім басқардым. Сол кезде мен Октябрь Алтайып болып халыққа танылдым. Яғни менің ағаларым, аналарым бәрін солардың арқасында деп айтайын. Сол ансамбльде жүріп, мен Алтайыптар жанұялық ансамбльде жүріп, Октябрь Алтайып болып Қазақстанға танылдым. Кейін мен ағаларымнан батамды сұрап, мен енді маған рұқсат беріңіздер өзімнің творчествомды ары қарай жалғастырайын жеке шығармашылық жолымен деген кезде олар батасын берді. Сол кезде бәрін мен бәрін мен нөлден бастағым келді. Алматыға көштім, 2000 жылы альбом шығарған кезде Октябрь Алтайып емес, мен Өктем Алтайып болып шықтым. Бәрін нөлден бастағым келіп, мен өзімді өзім дәлелдегім келді. Өзіме біріншіден өзіме дәлелдегім келді. Екіншіден жаңағы халыққа да мысалға мен енді өзімді көрсеткім келді да, солай Өктем Алтайып болып шықтым. Бірақ өте қиын болды Өктем Алтайып дегенді қалыптастыру. Біраз уақыт кетті. Қызық. Тағы бізде бір сурет бар. Үшінші. Мен жаздым, мен жаным саған әні. Күйзелсе, қателеспесе. Қандай қатысы бар? Қандай ассоциация бар? Бұл енді әр адамда өзінің басында бір күйзеліс кезеңдер болады өзі бір сондай бір. Шығармашылық адамда әлбетте. Шығармашылық адамда әсіресе енді кез келген адамда. Бұл ән өте бір осы әнмен қанша жастар бақытты болған. Кеше ғана естідім, бір маған комментарийде жазады, мен күйеуімен араздасып, ажырасып жүредім. Ажырасып кеткен. Соны қыз айтады, әкем осы әнді қайта-қайта айтып, анаммен табысып, сөйтіп бақытты болып кеттік деп айтады да мысалға. Оның өте бір сондай бір несі бар. Менің өзімде яғни бір қызға ғашық болып, соған ұнатып үйленемін деп жүрген кезде, енді халық бәрін біледі ғой енді. Ол қыз енді тағдырға жазбастан енді басқа біреуге тұрмысқа шықты. Енді бақытты өмір сүріп отыр ғой ол қыз. Сөйттім де сол кезде мен жазылған әнім бұл. 2 жыл мен ән айтпай жүрдім. Ол кісі білеміз, сол кісіге арнап білетін шығар, мен білмеймін енді. Үйдегі жеңге де білетін шығар болды. Жүрегі сезетін шығар бір кім екенін, бірақ ол бақытты өмір сүріп отыр, Құдайға шүкір мен де бақыттым, бірақ енді ол қызға әрдайым рахметімді айтамын. Ол қыз болмағанда бұл әнді мен шығармайтын едім. Сөз иесін табар. Келесі суретті көрейік. Келесі сурет 4-ші бізде соңғы қозлақ, табиғат, жылқы. Мынау біздің Қазығұртта оның бөктеріне ұқсайды. Анау Қазығұрттың басы, мынау етек жағы, кеме қалған, Қазығұрттың басына кеме қалған деген жерге ұқсайды екен. Тауға шыққан жақсы көресіз? Тауға шыққанды жақсы көремін. Бірақ енді тауды өзіміздің енді Қазығұрттың баласы оған екен ұқсатып отырмын ғой. Бірақ мен тау, табиғат, жан-жануарлар, ар жағында жайылып жүр ғой нелер. Сиырлар, қойлар жайылып. Нағыз менің өмірім ғой. Әнші болмаса мүмкін мен малшы болармын мен. Үлкен бір ферма, неғылып, жан-жануарларды бәрін бағып, осылай қарап, радио тыңдап отырамын. Керемет қой тағы. Бөлек екен. Енді жаңа бірнеше себеп айттыңыз бастапқыда. Бір себебі Бағжан туралы, балаларыңыз туралы, қызыңыз да осы өнерде. Бағжан туралы айтып өтейік. Себебі үнемі концертінде жүресіз, қолдайсыз. Қазір инструменталды музыка деп айтайықшы, халықтың ерекше махаббатына ие. Мен өзім жеке Бағжанның концертінде 2 рет болдым. Бастапқыда мен білмеймін, ондай музыкаға жақын болмадым. Келіншегім айтты, қарындасым айтты, барып көрейік. Содан кейін мен ғашық болып қалдым мұндай музыкаға. Бір емес, 2 рет бардым, әлі тағы да күтіп жүрмін концертін. Дегенмен Бағжанның сіздің ұлыңыз екенін тек қана мен емес, біраз жұртшылық кейінірек білген секілді. Себебі енді
сізді басқа бір музыкамен танып қалғанбыз, ал Бағжан осындай классикалық инструменталды музыкамен жүреді деп. Ой, мына қыз келін болып қалар ма? Бұл туралы мәселесіңіз қазір. Бағжанның таңдауы болды ма бұндай музыка? Жалпы музыка әлеміне келіп әлде? Бұл Бағжанның өзінің таңдауы осы жол. Бағжан виолончельді оқыды ғой, өзі айтады ғой, 19 жыл оқыдым деп. Бағжан осы Астана қаласында өнер академиясын бітірер кезде Бағжанды мен Алматыға кел, осыны қазақ өнермен Бағжан шетелге контрактіге жұмысқа тұрып болған еді. Бірақ енді Қазақстанда қалсайшы, 1-2 жыл қызмет жаса өзің халқыңа. Одан кейін барып шетелге барарсың, сен ешкім ұстамаймыз. Одан кейін қызмет жаса деді. Бірінші сен шетелде жақсы бір дәрежеге жету үшін сен өзіңнің ұлтыңның қадір қасиетін, салтын, дәстүрін, музыкасын, жалпы адамдардың мінезін танып, сол кезде барып шетелге шыққан кезде сен табысқа жетесің. Ал сен өзіңнің ұлтыңды білмей, енді ол музыка мектебінде 7 жастан бастап орысша оқыды ғой, бұл енді жүрген ортасы басқа шетелде жүрді, өңшең ағылшындар, испандармен сөйлесіп, балама сондай өтініш жасағаным жарайды әке деп сөйтіп қалды. Сөйтті да, бірақ мен баламда негізі әнші қылатын шығармын деп ойлағам. Соған ән жаздым арнайы. Ән орында дедім. Бірақ баламның алдында 2 таңдау болды. Не әнші болу, не музыкант болу. Балама уақыт бердім, сөйтіп ән жаздық, оған клип түсіретін болдық. Сөйтіп жүрген кезде балам 1 аптадан кейін әке, мен ән емес, мен виолончель таңдадым деді. Сөйтіп ол әнді өзім орындадым, оған клип түсірдік, сол клипте баламды ойнаттым Бағжанды. Бірақ неге сол әнді Бағжан орындап, сөйтіп мен оны звездаға жасайын деп ойлағам. Енді бар күшімді соған салам деп ойладым ғой. Сөйтіп Бағжанның өзі виолончельді таңдап осы кетті. Мені басында менің өзімде сенген жоқпын. Дәл осындай болып кететініне. Себебі ол кезде халықтың махаббаты басқа музыкада болды ғой негізі. Халықтың назары да басқа, махаббаты да басқа музыкада, музыканың жанрлары да мүлдем басқа еді. Өте Бағжан өзім сияқты тәуекелшіл. Мен де үлкен тәуекелге барған жақсы. Алғашқылардың бірі болды ғой негізі осындай музыка. Яғни сіз де өзіңіз айттыңыз ғой жаңа, мен алғашқылардың бірі болып, осындай ерекше музыка жазуға, халыққа арнайы музыка жазуға тырыстым деп. Енді Бағжанда музыкалық, эстетикалық талғамымызды арттыру үшін жасап жатқан ісі ғой. Иә. Бағжан енді қарап тұрсаң, үлкен іс атқарып жатыр. Үлкен іс атқарып жатыр. Былайша айтқан кезде тарих жазып жатыр. Енді Бағжан Қазақстанмен қоймай, қазір Түркияда өте танымал. Түркияда, Германияда, Украина шақырып жатыр. Енді Украинада қазір жағдай онша болып тұрған жоқ. Ресей шақырған еді, оған қоя тұр деп тұрмыз. Сәл орнына келсін деп. Енді Германияны шақырып жатыр. Осы октябрь айында 6 қалада болады, 6-7 қаласында болады Түркияның. Алғаш Стамбулда концерт берген кезде аншлаг жинады. Аншлаг барлық жерде. Анкарадағы билеттер Стамбулдағылар өтіп кетті уже. 20 сағаттың ішінде билеттер өтіп кетті. И билеттердің бағасы да өте қымбат ол жақта. Сонда мен алғаш барған кезде мен көрейінші осы Стамбулдағы қазақтар көп қой, қазақтар келгенше концертіне дедім де, телефонымды қолыма алып, концертін бүйді аралап бүйтіп жүрдім анау. Сөйтсем бір 15-ақ қазақ келді. Үлкен зал ғой, енді 2,000, 2,600, 2,000, 3,000-ға дейін. 15-ақ қазақ, қалғандардың бәрі өзге ұлттар да, жаңа түріктер, Сириядан келеді, Ираннан келеді, Әзербайжаннан келеді, Сауд Арабиясынан келеді. О жақта келе береді деген. Стамбулға десе бүкіл шетел жан-жақтан келе береді деген. Сөйтіп өзім таңғалғанмын. Енді қазір тағы сұраныс артып, тағы басқа бұрын бермеген қалаларында Бағжан концерт бермекші. Енді қарашы, ұлыңыз туралы айтқан кезде көзіңіз жайнайды сөйде екен. Ойыңыз ерекше мақтаныш кернейтін сөзсіз. Жоқ, мақтаныш кернейді. Мұны айтып отырмын ғой, бұрындары мен бала кезінде мынандай әншімен ән айтқым келеді деп ойлашымын, шетелдің әншілерін. Қазір менің бір арманым бар, осы баламның оркестрінде отырып, әйтеуір бір кішкентай бір нәрсе болса да ұрып отырып соның оркестрін. Балам мені қабылдар ма екен, қабылдамас па екен білмеймін енді. Балаңыз біле ме бұл туралы? Оны білмейді. Менің арманым сол. Бағжан естіп тұр, көріп тұрған шығарсыз қазір бізді. Менің арманым өзімнің баламның оркестрінде отыру, өйткені енді мұның ойнап жатқан музыкалар мүлдем бөлек. Менің өзім әр барған сайын әртүрлі өзіме жаңа өмірлік ұстанып шығам, мотивация алып шығам концерт. Жаңа музыка демекші, Бағжанның музыкасын жазатын өзіңіздің қызыңыз, кенжетайыңыз, Аружан туралы айтсаңыз. Аружан кенже қызым ғой, мен негізі өзім композитор болғым келгенде, бірақ 17 жасымда мектеп бітіріп консерваторияға келсек, бізде музыка мектебін бітірген қағаз керек екен, бізді қабылдаған жоқ. Бірақ енді өзім енді сазгер болып жүрмін ғой, ән жазып. Сол арманым орындалмай қалды деп жүрген кезде бір күні қарасам, қызым ыңылдап ән жазып жүрді. Негізі өзі спортқа бергенбіз, гимнастикаға. Гимнастикаға азанда кетер кезде таңертең тұрды да пианиноны тоқпақта бір не жазып отыр. Сөйтсем жаңа ән жазып отыр.
байқап жүрдім. Сөйтсем, менің қызымда композиторлық қабілет бар. Сөйттім де қызымды алып шығарып, Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебіне әкелдім. Ол жерде балалардың бәрін қабылдап қойған. Оның үстіне менің қызым жасы бір 12-11 жасқа келіп қойған. Жасы да өтіп кеткен. Сол кезде Ахан Әбдуалиев директор еді, барып Аханға көрсеттім. Ахан айтты, болмайды ғой. Мен айттым, сіздер мынау отырып менің қызымды тексеріп көріңіздер. Мен таланты болған екен әкеліп беріп жатырмын. Таланты болмаса әкелмейтін едім. Мен өзімнің атымды пайдаланып әкеліп жатқан жоқпын. Шын талант алдарыңызда тұр дегенім, көрейік деп барлық ұстаздар тексеріп, қызымды қабылдады. Содан қазір Ермұрат Үсеновтың класын бітірді, композитор, опера жазып жатыр. Осы Бағжанның бүткіл музыкаларын оркестрін өзі жазады. Бағжан концертте айтқан, иә, өзі жазады. Өктем мырза, қараңызшы, енді сіз әке ретінде ол қыздарыңызға, балаларыңызға бүкіл инвестицияны салдыңыз, уақытыңызды арнадыңыз, үзіліс жарияладыңыз шығармашылықта осы турасында. Енді армандарыңыз орындалып жатыр. Негізі өзіңіз өз әкеңізден ерте айырылдыңыз. Ол кісінің армандары қандай еді сіздерге қатысты? Әкені айтса, менің көзіме жас келіп қалады енді. Бірақ өте қиын. Әкесіз өскен өте қиын, соны білемін. Мен жасым қазір 57-58-ге келіп жатырмын ғой. Әлі күнге дейін әкенің орны сезіледі. Менің әкем тірі болғанда қазір 90-ға келер еді. Келесі жылы 90 жылдығын атап өтуге болар еді. Менің әкемнің арманы өзінің жалғыз інісі бар. Інімді үйлендіріп, оған үй салып беріп, одан кейін мен 4 баламды алып Алматыға барып оқытамын, жоғары білім берем. Балаларымды сөйтіп қалада өткіземін, сөйтіп жоғары білімді азамат өсірем деп мен анама әрдайым айтып отырады екен. Бізде 12 соттық жер телімі бар жаңағы. Сол жердің бәріне алма еккен. Көршілердің бәрі күлген ғой, бұл неге алма егіп отыр деп. Осы алманың жемісін менің балаларым жейді, немерелерім жейді деп әкеміз айтып, 34 жасында әкеміз қайтыс болып кетті, жүрек талмасынан. Өте ерте кетті. Соны қараңыз, жаңа еккен ағаштардың жемісін шындығына келген кезде біз теріп, соны колхозға қаққып өткізіп, соның ақшасына аяқ киім, сөмке, үрішке дәптер алып мектепке барамыз. Сонда әкеміз сонда айтады екен ғой, мен балаларымды Алматыда оқытамын. Мен соны анам менің миыма құйған, менің барлық менің өмірдегі менің бәрі мақсатым сол болды. Мен әкемнің арманын орындауым керек. Сөйтіп мен жаңа Алтайыптардан өзімнің ансамбльден бөлініп, батасын алып, өзімнің 4 баламды әкеліп, Алматыға келіп, әкемнің жаңағы айтып кеткен дегідей оқытып, оқуға жоғары білімдерін алып, сол әкемнің арманын орындадым. Сөйттім де менің ары қарай мен мақсат қойған жоқпын. Менің бірінші мақсатым әкемнің арманын орындау, әкемнің жетпеген жетістігіне мені жеткізу. Сөйттім де шындығына келген жаңа осы менің мақсатым орындалған екен, менде тоқтау басталды шындығына. Жаңа айтып жатсың ғой, өнерде де неге үзіліс болып қалды. Бұл да бір себебі. Сол әкеміздің есіне енді өзім жеттім деп ойлаймын. Енді басқа рөлге кіріп жатырмын. Ол кезде бала арман ғой енді әкемнің. Қазір басқа рөлге кіремін. Енді балалар өскеннен кейін ата болғым келеді, құда болғым келеді. Жүрген жерде қыз іздеп жүремін, келін іздеп жүремін. Алтын сырға құлақтарыңызға. Өктем мырза, расымен де біз қалай айтсақ болады, сіздің әндеріңізді көріп өстік. Мен жеке мен мойындаймын. Және қуаныштымыз, дәл осындай ашық жарқын сұхбат болды менің ойымша. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді біраз армандарыңыз орындалды, шүкір. Өзіңіз айтқандай, әкеңіздің армандарын сіз орындадыңыз. Енді бұйырса, сіздің арман мақсатыңызға жетіңіз. Немере сүюді жазсын, бұйырса, шөберенің қолынан майжалаңыз дегіңіз келеді. Енді біздің уақытымыз аяқталып қалды. Біздің көрерменге тағы бір ән шырқап берсеңіз. Жарайды. Қандай сені сағындым, ә? Сені сағындым, әне, иә. Рахмет көп. Көп рахмет. Өктем Алтаев сіздер үшін ән шырқайды, қымбатты көрермен. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Я көріскенше күн жақсы болсын. Келіс ортаға. Рахмет. Сен едің сәні жырдың да, сен едің гүлі қырдың да, өзге жанды сен таптың ғой,
сен маған не керек махаббатым ең болсаң да жар басқаның бақытты бол кездесуге келмесең есігін аштың бас күйдің шыдамай мұңға мен күйдім жаралап жанды кеттің ау бар күнәм сені шын сүйдім сені жаным сені сағындым ұмытшам мені демесең қош сау бол дейсің сен маған не керек махаббатым ең болсаң да жар басқаның бақытты бол кездесуге келмесең